Сәлем достар. Жәнібек өзін асырап алған анасын көрсетіп, оны қазақ елімен таныстыратынын айтты. Бірнеше айдан бері биологиялық анасын іздеп жүрген қандасымыз Жәнібек өзін асырап алған биологиялық анасы Валериймен сөйлесіп, оны қазақ елімен таныстыратынын айтты, деп хабарлайды Жамбыл Инфо KZ. Жәнібек асырап алған анасымен скайп арқылы байланысқа шығып, қазақстандықтар ол кісімен қатысқысы келетінін жеткізді. Валерий, қайырлы күн. Жүздеспегелі көп болды. Қазақстандағы достарымның сізге сұрақтары бар екен. Олар сізбен тікелей байланысқа шығып, танысып, өзіңізді көргілері келеді. Келесі аптада сұрақ-жауап ұйымдастырсақ қалай қарайсыз? Деді Жәнібек. Баласының сауалына Валерий ханым келісемін деп жауап берді. Керемет, қазақ елі сізбен танысады. Келесі аптада жүздесеміз, деп сөзін аяқтады Жәнібек.